Саламатсыздар ма, құрметті тыңдармандар. Бүгінгі сабақта көріп отырғандай екі қабатты тұрғын үйдің жобасын Autodesk Revit 2022 бағдарламасында орындаймыз. Бұл суретте біз көріп отырғандай ғимараттың сыртқы келбеті, яғни мұнда бірінші қабат жоспары бар, яғни екінші қабат жоспары бар. Сосын төрт жағынан қараған қасбеттері бар. Бірінші қабат жоспарында 10.850 мм. Бұл біздің мына ғимараттың өлшемі, бір жақ жарым өлшемі. Autodesk Revit бағдарламасын іске қосамыз, одан кейін модели деген жерден создать басамыз. Создать файл шаблоны ашамыз да архитектурный шаблон таңдаймыз. Окей. Сәл күтеміз. Одан кейін жаңағы суретті осы Revitке жүктейміз әкеліп. Оны жасау үшін біздер ең бірінші архитектура, конструкция деген вкладкалардың ішінен вставить дегенге кіреміз. Импорт изображение. Жаңағы жатқан суретімізді тауып аламыз компьютердің ішінен. Ол мына мой компьютер. Загрузки. Winter 001 PNG. Открыть. Алып келеміз де мына суретімізді мына тұрған белгілер тұрған, қасбеттің белгілері, соны ортасына келіп қоямыз. Бүйтіп ортасына қойып қойған кезде суретіміз түседі. Енді мына суретімізді Revit'тің масштабына сәйкес орнатуымыз керек. Мысалы қараңыздар, мына жерде бізде линейка бар, мына сызғышты алып өлшеп көрсек, қазір мына жарын біздер қабырғаның мына жарын өлшеп көрсек, көріп тұрғаныңызда 32.828 екен. Бізде бұл керек 10.850, сәйкес келмейді. Оны келтіру үшін бізде масштабын өзгертеміз. Ол үшін суретті таңдап аламыз. Таңдау үшін үстіне мышкамен басып қаламыз. Сол жақ батырмасымен. Одан кейін мына жерде жоғарыда масштаб деген бар. Соған басамыз. Содан кейін масштаб таңдағаннан кейін мына төменде мына тұрғы өлшем, соны бастапқы нүктесіне басамыз. Шамалап осы жерге бірінші нүкте беріп, екінші нүктені осы өлшемнің екінші нүктесіне басамыз. Оны былай. Енді үшінші біздер жазамыз 10.850 деп Enter басып қаламыз. Міне біздің өлшемі келтірдік. Енді қазір қараңдар, сызғышты алып өлшеп көрсек, қазір мына жерге қойып біздер. Шамамен келіп тұр 10.814, 850 суретіміз үйлесті. Енді мына суретті таңдаймыз да осылай. Тағы да басып мышканың сол жақ батырмасын жібермей, әкеліп ортаға келіп қоямыз осылай. Енді бізге келесі қадам координациялық осьтарды орнатамыз. Ол үшін архитектураға кіреміз. Архитектураның ішінде основа деген бар мына жерде. Ось деп тұрған. Ось таңдап аламыз. Ось таңдағаннан кейін мына бізде көтеруші қабырғаларды анықтаймыз. Көтеруші қабырға бізде мынау бізде сыртқы қабырға. Яғни жоғары қарай кішкене асырам, шамалап жерге басып қалған бірінші нүктесін. Төменге қарай жүргіземіз де осылай басып қаламыз. Бізде бірінші escape'ті басып, осылай шығып кетеміз сосын. Бірінші координациялық осьіміз орнатылды. Келесілерін орнату үшін мен мұнда копировать командасын қолданамын. Енді мына осьті таңдап аламын да, таңдаған бойда бізде қараңдар изменить деген мынандай вкладка пайда болады бізде жоғарыда. Мына қараңдар, кез келген объект таңдаған кезде шығады. Егер escape'ті бассам, қараңдар жоғалып кетеді ол бізде. Қайтып таңдаған кезде мына шығады изменить деген. Осының ішіне копировать деген команданы тауып аламыз. Копировать. Содан кейін мына жерге басамын да, кез келген жеріне осы объекттің қозғаймыз. Шамалап, осылай орталарын тауып аламыз. Көтеруші қабырғаларын. Көтеруші қабырғалары бұл жерде қалың қабырғалар бізде. Мына жерге орнатайық. Сосын осы жерге орнатайық мұны. Шамалап орталарын тауып аламыз. 1, 2, 3, 4, 5 ось орнаттық біздер. Енді біздерге горизонтальный осьтар орнатуымыз керек. Ол үшін қайтадан архитектура вкладкасынан ось деген тауып аламыз. Осы жерге басып қаламыз. Жаққа қарай, сонда қарай жүргіземіз. Бізде бірақ мына 6-шы ось болды. Себебі мына 1, 2, 3, 4, 5 дегеннен кейін 6 жалғасып кетіп жатыр. Бұл бізде әріптік болу керек. 6-ны таңдаймыз да, мына имя деген жерге А деп қоямыз, үлкен әріппен. Енді осы осьті таңдап аламыз да, копировать батырмасын басып, жоғарыға копировать етеміз. Мысалға мына жерде бізде бір ось бар,
осы жерде. Содан кейін осы жерде бар бізде ось сыртқы қабырғасында. Міне осылай етіп орналастырдық. 1 2 3 4 5 АБВ осьтары. Енді біздер мына осьтардың араларын келтіруіміз керек, өлшемдерін. Ол үшін біздер мына жоғарыда параллельный размер деген батырма бар, соны таңдап аламыз да, сосын басамыз. 1-ге басамыз, 2-ге басамыз, 3-ге басамыз, 4-ге басамыз, 5-ге басамыз да, енді аяқтау үшін построениені бос жерге басып қаламыз осылай. Міне біздің мына өлшемдері шықты. Енді жоғары қарай. А, Б, В аяқтау үшін осылай бос жерге басып қаламын. Привязка жоқ жерге басып қаламын. Енді қазір көрейік өлшемдерін. 3840 мм дейді мына жерде. 3800-ге düzей салайық. Оны düzеу үшін біздер қараңдар. А-ға тимейміз, Б-ға басамыз бұны. А мен Б-ның арасын мына өлшемді дұрыстау үшін. Б-ға басып қаламын осьқа, содан кейін жазамын осы жерге басып қалып 3800 деп жазамын. Enter. Енді escape-ті бассам, енді бізде көреміз 3800 екен. Өзерген. Енді қараңыздар, V-ны таңдаймыз. Мына жерге басып қаламыз, содан кейін өлшемге. Бұл жерде логика былай қараңыздар. Егер escape-ті басып, қазір қайтадан басынан бастап көрейік. Егер біз бірден өлшемге басатын болсақ, бұл бізде өзгермейді міне. Біздер өлшемді өзгертпейміз, біздер деген мына осы екі осьтың арақашықтығын өзгертеміз ғой. Сондықтан біздер V деген осьті таңдаймыз. Содан кейін барып басамыз мына өлшемге. Мына мысалы 4200 деп дөңгелектеп жіберейік осылай. Мына 3800, 4200 мына жер бізде. Мына жар бізде 1400 бола берсін мына жер. Ары қарай 3900 болсын, 5100, 2600. Бәрі келеді, нормально. Так, общий қанша екен қарайық. Өлшемді алайын. Осьтың арасы 13 метр екен мына жер. Арасы 13 метр екен мына жер. Нормально. Так, ары қарай осьті аламыз да мына жерге қоямыз. Размерді алып осы жерге орналастырайық. 8 метр осы жер жақсы. Так, ары қарай біздер енді кез келген фасадты аша қоямыз. Фасады деген бар, мына диспетчер проекті деген жанындағы. Соған басып қаламыз. Егер сендерде мына диспетчер проекті немесе мына свойство деген болмаса, осы екеуі, онда сендерде мына видқа кіресіздер жоғарыда вкладкаға, соның үшін интерфейс пользователя деген бар. Соның үшін мына свойство және диспетчер проекті деген галочка қоясыздар. Галочка қою арқылы жоқ қылу болады, немесе шығару болады. Ары қарай мына фасада дегеннің қасына мына плюс деген батырмасын басып, ашамыз да восточный фасад деген аша қоямыз. Бұл бізде нені білдіреді? Бұл бізде мына биіктік өлшемдерін дұрыстаймыз. Бізде бірінші қабаттан бізде уровень 1 дегенді өзгертейік. 1 этаж деп қойық. Бірінші қабат жоспары да деп қойық. Мұнау бізде уровень 2 деген бізде екінші этаж болсын. Да, сохранить. Осы жері бірінші мен екінші этаждың арақашықтығы 3 метр болсын бізде. Бірінші этаждың биіктігі 3 метр. Одан кейін екінші этаждың үстінде бізде крыша болады бізде. Таңдап аламыз нені. Деңгейді копировать. Базовый точка басамыз да, жоғарғы 3000 дейміз. Бұл бізде уровень 3 пайда болды. Қазір мен артық басып жүрмін. Ctrl-Z басып қаламыз. Артқа жүру үшін немесе мына жерде артқа жүретін осындай отменить деген командасы бар. Сонда басуға. Бұл уровень 3 дегенде үстіне басамыз да, крыша деп өзгертеміз атауын. 6 метр. Енді ары қарай, бірінші этаждың астында бізде фундамент бар. Бірінші этаж таңдап аламыз, копировать. Базовый точка басамыз да, төменге қарай 900 дейміз. Escape. Уровень 4 дегенде біз үстіне 2 рет басып, фундамент деп өзгертеміз атауын. Бұл бізде фундаменттің қабаты. Фундамент қабаты болады. Мына жерде қараңыз, бірінші этаж 0 деген мына фундаментпен бір-бірін басып тұр екен. Ондай болдырмау үшін фундамент таңдап аламыз. Мына жерде мынандай белгішеге басып қаламыз. Сол кезде барлығы жақсы оқылады. Ары қарай, бізде мында қараңыздар, осьтар. Бұны бізде мына планға салған осьтарымыз бұл. Таңдаймыз да төменге қарай тартамыз. Тартқан кезде басып ұстап тұрып төменге қарай созамыз линияларды. Одан кейін А деген таңдаймыз, үстіне галочканы алып тастаймыз, астына қоямыз. Осылай етіп жасай қойдыңдар. Енді келесі фасадқа кіреміз. Западный фасад.
Так, мына жерде деңгейлерін белгілерін таңдап алайық та, мына жерде кішкентай шеңбершек болады, мынандай, соны тартып ары қарай созып жіберейік. Алысырақ кішкене мына осьтардан. Осьтарды таңдайық. Так, осьтарды таңдайық біртіндеп. Мына жерден алып тастаймыз, төменге қарай қоямыз. Алып тастаймыз, төменге қарай. Так, басылмай қалды. Міне осылай. Мына жерін кішкене қысқартып қояйық. Так, восточный фасадқа кіре қояйық бері. Мында кішкене қысқарта қояйық бүйтіп. Северный фасадқа кіреміз. Северный фасадқа кірген кезде мына деңгейлерді құттай былғары жылжыта қояйық. Мынаны былғары жылжыта қояйық бүйтіп. Мына осьтарды аламыз да төменге қарай созамыз. Сосын манағыдай жасай қоямыз. Қайтадан галочкаларды алып тастаймыз. Бірінші алып тастайық осылай. Сосын астына қойып шығамыз. Міне болды, біздер южный фасад қалды енді, соңғы. Южный фасадты алайықтан, шеңбершеден ұстап тартып санға қарай шығара қойып, сосын мыналарды алып тастайық үстіне. Міне болды, салынды барлығы. Енді ары қарай екінші қабат жоспарына көшейік. План этажей дегенді ашсақ, мына қараңдар. Мына бірінші этаж бар, екінші этаж бар, площадка. Сосын бар, мына қараңдар, крыша мен фундамент осы жерде жоқ. Оларды осы план этажейға қосу үшін біздер видқа кіреміз жоғарыдан. Сосын бар, виды в плане ашамыз, план этажа дегенді басамыз. Осы крыша мен фундаментті көреміз. Shift ұстап тұрып, фундаментті таңдаймыз, екеуін қатар, окейді басамыз. Мына екі этажды да осы жерге қостық біздер. Крыша да бар, мына жерде, фундамент те бар. Бірінші этажда бар, екінші этажда бар. Екінші этажға көшейік енді. Мына бірінші этажымыз бізде салынып тұр, екінші этажға көшейік. Екінші этажға көшсек, бізде қараңыздар, мында суретті көрмей қалдық. Сурет көрінбейді. Енді жаңа бірінші этаждағы суретті екінші этажға көшірейік. Мына артында тұрған подложка. Мына суретті таңдаймыз. Мына копировать емес, мына копировать басамыз. Копировать буфер деп аталады. Осыған басамыз. Содан кейін бар, вставить деген бар ғой, соны астына түсеміз де ставить по выбранным видам деп басамыз. Оның ішінен мына қарап, план потолка емес, план этажа, первый этаж, план этажа, второй этаж. Біздер екінші этажға көшіретін болғандықтан осыны таңдаймыз. Окей. Енді қазір қараңдар, екінші этажға көшсек, бізде мына суретіміз тұр. Бірінші этажда да бар, екінші этажда да бар. Екінші этажда бірақ қараңдар, мына осьтар тұрғы, мына біздің 1, 2, 3, 4, 5 екінші этажда. Мына сурет емес қой бізге керегі. Мына суретті жылжытамыз осы осьтің үстіне. Ол үшін суретті таңдаймыз. Перенести командасын басамыз. Одан кейін қараңыздар, екінші қабаттың мына қабырғасы тұр ғой, қабырғасы, соның ортасына осылайтып шамалап басамыз. Мына осьпен теңестіріп апарып, осылай ортасына басып қаламыз. Одан кейін А1-ге басамыз. А1-дің қиылысқан жеріне басып қаламыз. Енді қазір қараңдар не өзгерген. Мына осьіміз орында тұр, суретіміз солға қарай жылжыды. Бірақ мына қарап, осьтар екінші қабатқа салынды. Енді бірінші қабатқа көшейік. Бірінші қабатқа көшкеннен кейін енді біздер қабырғаларды саламыз.